Сәлеметсіздер ме? Әскери баспана бағдарламасына қалай өтінім береміз? Ең бірінші компьютер арқылы Google-ге кіріп, баспана маркет деп жазамыз. Және де ECP кілтімізді алдын ала дайындап қоямыз. Компьютерға еңселер қосылғанын қадағалаймыз. Мінекей, баспана отбасы банк.kz деп бірінші болып шығады, соны таңдаймыз. Портал недвижимостей. Таңдаймыз. Рекламаны өшіреміз. Мінекей, бастапқы беті осылай болып шығады. Баспана маркет, отбасы банк, программа банки, новости деп. Енді войти дегенді жасылмен жазылып тұрған басасыз. Клиент дегенді таңдайсыз. Телефон нөміріңіз бен пароліңізді есіңізге түсіресіз. Отбасы банктың өзіне кіретін. Сосын еңселердің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын бақылайсыз. Ол міндетті түрде керек. Себебі ECP кілтін қолтаңбамен, яғни қол қою үшін міндетті түрде осы бағдарлама керек болады. Мінекей, жұмыс жасап тұр. Барын қарап шығасыз. Және де ECP кілт осы компьютерда болуға тиіс. Қол қоюға керек болады. Телефон нөміріңіз бен пароліңізді теріп, тағыда кіру батырмасын басасыз. Менің өтінімдерім дегенді тауып, соған өтесіз. Әскери баспана өтінім беру деп өтесіз. Өңірді таңдайсыз, яғни барлық аудан, қала барлығы бар. Облыс мысалы таңдадық. Енді еціқымен қол қою. Сол кезде RSA деген екінші ECP кілттің екіншісі тұрған, яғни қол қою дегенге басасыз. Содан кейін мінекей осылай шығады. Беру дегенді басып өтінім бересіз. Өтінімге өту деп жүктеп алуыңызға болады. Жүктеу дегенді басып көруіңізге болады. Барлығы дұрыс па, дұрыс емес пе, соны қарайсыз. Қай уақытта өтінім бергеніңізді. Назарларыңызға рахмет.